7-ші сыныптың Қазақстан тарих сабағы, қазақ жоңғар соғыстары. Енді біз үй тапсырмасын сұрауды бастаймыз. Бірінші сұрағымыз, далалық жарғы деген атпен әскери және азаматтық заңдар жинағы қашан шығарылды? Жауап беріңіз. Келесі сұрағымыз, Ақтабан шұбырында Алакөл Сома деген атпен тарихи жыл. Сол қолғанай. 1723-1727 жылдары. Келесі сұрағымыз, басқыншыларға қарсы күресте қандай батырлардың ерекше даңқы шықты? Келесі сұрағымыз, қазақтар шабуыл кезінде қандай қару-жарақтарды қолданған? Енді біз мына суретке қарайық. Бұл суретте не көріп тұрмыз балалар? Толғанай. Ақтабан шұбырында Алакөл Сома соғысы кезінде қазақтардың көшіп қонуы бейнеленді. Жарайсың. Ары қарай. Қайсысını жауап береміз? Толғанай шыға қой. Ордабасыда өткізілді. 1726 жылы Ордабасыда өтті. Қатысушылар хан, сұлтан, билер, батырлар жерді қайтарып алу мәселелері талқыланды. Жарайсың. Қандай болды? Жарайсың. Kek. Осы сұрақтарға жауап берейік. Бұланды шайқасы туралы не білесің? Бұланды шайқасы 1728 жылы Әбілқайыр мен Бөгенбайдың басшылығымен Бұланды өзенінің бойындағы Қарасүйір деген жерде қалған қазақтар құрамында Қабанбай, Жәнібек, Есет, Малайсары, Байбосы сынды батырлармен жоңғарларға қарсы тұрып ерлікпен шайқасты. Бұланды шайқасында қазақ жасақтары жоңғар әскерін тас талқан етіп жеңді. Бұл жер тарихта қалмақ жылған деген атауы алды. Шұбар теңіз, Қарасу, Бұланды шайқастары ұлы даланың қазақтар үшін маңызды аймақтарына жоңғарлардың келіп тұрды. Бұланды шайқасында балалар бейнетастарды тамашалап болдық. Енді келесі осы Бұланды және Аңғарқа шайқастарын салыстырып талдау жасаймыз. Дәптерге түсіреміз. Осы Бұланды шайқасы мен Аңғарқа шайқасы жайында өткен жері, ол жылы нәтижесі тарихи маңызын жазамыз. Келесі Аңғарқа шайқасы жайында қасиет. Аңғарқа шайқасы өткен Балқаш көлінің оңтүстік батыстағы ит ішпен Алакөлінің жанында болды. Оның болған жылы 1730 жылы нәтижесінде жоңғарлар қазақтардан Osmanlı'dan аңғарып қазақ жаулап алған жерін өздері тастап қашып кетті. Тарихи маңызы қазақтар жерлерін қайтадан өздеріне алып қазақтарда тыныштық орнады. Мереке.
режимі бойынша біз сабағымызды қорытындылаймыз. Бұл жерде Төле би, Бөгенбай батыр, Әйтеке би, Қаракерей Қабанбай батыр, Қазыбек би, Абылай хан. Ал осы суреттегі тұлғаларды орын-орнына қойып шығамыз. Ал енді жауаптарымызды тексерейік. Дұрыс па балалар? Қызықты сәттерімізді толғанына айтып өтті толғанай, ал қиын сәттеріміз? Менің ойымша бұл сабақта қиын сәттер болмайды. Ал құнды